Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз Виет теоремасы. Алдымен келтірілген квадрат теңдеуді еске түсірейік. Бізде оның формуласы x квадрат қосылған px қосылған q тең 0-ге. Яғни x квадраттың алдындағы коэффициенті 1-ге тең болғандықтан, оны біз келтірілген квадрат теңдеу деп айтатынбыз. Осыған мысал ретінде x квадрат минус 7x плюс 12 санына тең. Осы теңдеудің түбірін алдымен дискриминант арқылы тауып көрейік. Дискриминантын есептейміз. А-ның мәні 1-ге тең, Б-ның мәні минус 7-ге тең, ал С-ның мәні 12-ге тең. Дискриминант есептесек, минус 7-ның квадраты 49, алынған 4 көбейтілген 12. 4 жердегі 12 48-ге тең, 49-тан 48-ді айтсақ, айырманың мәні 1-ге тең. Ал дискриминанттың мәні 0-ден үлкен, дискриминант 1-ге тең, мәні 0-ден үлкен. Олай болса, берілген теңдеудің екі шешімі бар. x1 мен x2-ні тауып көрейік. 7 қосылған түбірасты дискриминанттан 1 шығады, бөлінген 2. Сонда x1-дің мәні 7-ге 1-ді қоссақ 8, 2-ге бөлсек 4 болады. x2-ні мәні тауып көрейік. 7-ден азайтамыз 1-ді, бөлеміз 2-ге, 6-ны 2-ге бөлсек 3-ге тең. Енді берілген квадраттың теңдеуінің түбірлері 3 пен 4. Ал енді квадрат теңдеуді қараңыздаршы. X квадрат минус 7x қосылған 12 тең 0. Берілген теңдеудің 3 пен 4 пен берілген квадрат теңдеудің коэффициенттерімен қандай ұқсастығы бар? Егер де біз 12-ні 3 пен 4-дің көбейтіндісі түрінде жазсақ, ал бізде 3 пен 4-дің қосындысы плюс 7 болса, онда біз 3 пен 4-ті қосып, алдына минус таңбасын қойсақ, екінші мүшесін алады екенбіз. Сонда біз осы теңдеудің түбірлері арқылы берілген квадрат, келтірілген квадрат теңдеудің коэффициенттері арқылы қалай теңдеу жазуға болады. 3 пен 4 ол берілген квадрат теңдеудің түбірлері. Яғни x1 қосылған x2 квадрат теңдеуі тең болсын, яғни бізге 3 пен 4-дің қосындысы плюс болғандықтан, яғни оның мәні тең болу керек минус 7-ге. Яғни оң санға тең болу керек. Ал түбірлерінің көбейтіндісі, x1 мен x2-ның көбейтіндісі, ол бізде бос мүше 12-ге тең болу керек. Сонда бізде берілген жалпы түрдегі келтірілген квадрат теңдеудегі p мен q бойынша жазатын болсақ, яғни берілген түбірдің теңдеуі x1 қосылған x2 тең болу керек минус p-ға, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі тең болу керек q-ға. Сонда бізде мынандай теорема шығады. Келтірілген квадрат теңдеу үшін оның түбірлерінің қосындысы квадрат теңдеудің екінші мүшесінің қарама-қарсы санына тең болса, ал түбірлерінің көбейтіндісі оның бос мүшесіне тең болатын болса, онда берілген x1 мен x2 келтірілген квадрат теңдеудің түбірі болып табылады. Ал осы теореманы Виет теоремасы деп атайды. Енді біз Виет теоремасын жалпы квадрат теңдеу үшін қарастырайық. Бізде жалпы квадрат теңдеу үшін ax квадрат қосылған bx қосылған s тең 0. Алдымен осы квадрат теңдеуді келтірілген квадрат теңдеуге келтіреміз. Яғни барлығын a-ға бөлеміз. Сонда бізде x квадрат қосылған b бөлінген a x қосылған s бөлінген a тең болады 0-ге. Ал осы теңдеудің түбірі x1 мен x2-ның қосындысы тең болу керек x-тің алдындағы коэффициентінің қарама-қарсы таңбасына, яғни минус b бөлінген a-ға. Ал осы теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісі тең болу керек бос мүшесі c бөлінген a-ға. Бұл жалпы жағдайдағы квадрат теңдеу үшін орындалатын Виет теоремасы. Енді бізге мынандай есеп берілсін. Бірінші есепті қарастырайық. x бірінші түбіріміз тең болсын 2-ге, ал екінші түбіріміз тең болсын 3-ге. Осы түбірлер арқылы квадрат теңдеуді құрастыруымыз қажет. Олай болса, Виет теоремасын қолданамыз. Яғни x1 мен қосамыз x2-ның мәні тең болады, ол бізде минус p-ға.
Ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі тең болады q-ға. Енді x1 мен x2-ні қосатын болсақ, яғни 2 мен 3-ті қоссақ, берілген мәні 5-ке тең. Яғни p тең болады минус 5-ке. Ал 2 мен 3-тің көбейтіндісі тең болады 6-ға. Сонда q-дің мәні тең болады 6 деген сөз. Ал олай болса, келтірілген квадрат теңдеуге апарып қойсақ, x квадрат минус 5x қосылған 6 тең 0. Бұл бізде келтірген, яғни түбірлер арқылы квадрат теңдеуді жазуға болады деген сөз. Енді келесі бізде мынандай тапсырма берілсін. Екінші тапсырма деп қарастырайық. X квадрат қосылған 2x минус 15 тең болады 0-ге. Ал енді осы теңдеуді Виет теоремасы арқылы теңдеудің түбірлерін табайық. Яғни x1 мен x2-нің қосындысы тең болу керек x-ның алдындағы коэффициенттің қарама-қарсы таңбасына, яғни минус 2-ге. Ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі тең болу керек минус 15-ге. Ал минус 15 пен минус 2 сан қандай бірдей сандардың көбейтіндісінен минус 15, қандай сол сандардың қосындысынан минус 2 шығады. 15 дегеніміз өзі 5 пен 3-тің көбейтіндісі. Яғни x1 мен x2-нің мәндері біреуінің мәні болу керек минус, біреуінің мәні 5, екіншінің мәні 3. Бірақ көбейткен кезде мәні минус 15 болатындай таңбасын анықтауымыз керек, ал қосқан кезде минус 2 болатындай. Яғни 5-ке 3-ті қосқан кезде минус 2 болу үшін 5-тің таңбасы минус болу керек. Сонда орнына қойып есептесек, минус 5-ке 3-ті қоссақ, минус 2 болады. Минус 5-ті 3-ке көбейтсек, минус 15 болады. Сонда берілген квадрат теңдеудің Виет теоремасы арқылы минус 5 және 3 деген екі түбірі бар. Оның дұрыстығын сіз өздеріңіз дискриминант арқылы дәлелдеп көріңіздер. Келесі енді үшінші мынандай жүйе берілсін. X қосылған y тең болсын 4-ге. Ал x бен y-тің көбейтіндісі тең болсын минус 21-ге. Осы теңдеулер жүйесіндегі x пен y-тің мәнін табайық. Ал егер біз осы x пен y-ті біз квадрат теңдеудің түбірлері деп қарастырсақ, онда біз оны 4-ті берілген квадрат теңдеудің екінші коэффициенті, ал минус 21-ді оны бос мүшесі деп қарастыра аламыз. Олай болса, осы арқылы біз квадрат теңдеу жасақ, t квадрат минус 4t минус 21 тең болады 0-ге. Ал енді осы теңдеуді біз 21 қандай сандардың көбейтіндісі ретінде қарастырайық. 21 бізде 3 пен 7-нің көбейтіндісі. Енді минус 4-ті 3 пен 7-нің арасында анықтау керек. Бірақ осы 3 пен 7 қай кезде таңбасы минус, қай кезде қайсының таңбасы плюс екенін анықтайық. Алдымен бізге екінші мүшесі минус 4, яғни ол бізде теңдеулер түбірі бойынша таңбасы плюс болу керек. Яғни біз 7-ден тек 3-ті ғана азайтсақ қана мәні 4-ке тең болады. Онда 3-тің таңбасы минус. Ал олай болса, көбейтіндісінде де 3-тің таңбасы минус деген сөз. Сонда t1-дің мәні тең болады минус 3-ке, ал t2-нің мәні тең болады 7-ге. Енді осы екі мәнді x пен y-ге қойып берілген теңдеулер жүйесін табайық. Алдымен t-ның орнына 1-ді қоятын болсақ, минус 3 пен және 7-ні. Сонда бізде x біріміз тең 3 болған жағдайда, минус 3 болған жағдайда, y біріміз тең болады 7-ге. Ал екінші жағдайда x екіншіміз 7-ге тең болған кезде, y 2-нің мәні тең болады минус 3-ге. Сонда берілген теңдеулер жүйесінің екі жауабы бар деген сөз. Оны жауабын жазып көрсететін болсақ, алдымен x-тің мәні минус 3 болғанда, y-тің мәні 7. Екінші жағдайда x-тің мәні 7 болған кезде, y-тің мәні минус 3-ге тең. Ал орнына қойып есептесек, минус 3-ке 7-ні қоссақ 4 болады. Минус 3-ті 7-ге көбейтсек де минус 21 болады. Екінші түбірді қарастырайық. 7-ден азайтты қосамыз минус 3-ті. Бәрібір мәні 4-ке тең болады. 7-ні минус 3-ке көбейтсек де мәні минус 21-ге тең болады. Енді тағы осы жерде айта кететін бізде мынандай ереже бар. Кез келген
жалпы түрдегі квадрат теңдеу үшін коэффициенттерінің арасында мынандай теңдік орындалады. Бірінші жағдай. Егер осы теңдеудегі коэффициенттердің қосындысы 0-ге тең болатын болса, онда бұл теңдеудің екі түбірі бар. Яғни бұл жерде x бірінші түбіріміз 1-ге тең болады. Ал екінші түбіріміз тең болады с бөлінген a-ға. Ал екінші жағдай. Бірінші коэффициенттен екінші коэффициентті азайтып, бос мүшесін қосқан кезде мәні 0 болса, онда оның екі түбірі бар. Бірінші түбірі -1 болады, ал екінші түбірі болады минус с бөлінген a-ға. Сонымен біз қарастырдық Виет теоремасын. Виет теоремасы көбінесе келтірілген квадрат теңдеу үшін қолданылады. Ал келесі сабақта осы тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Ал әзірше сау болыңдар.